Достар, покердом сервисі барша СНГ шеңберіндегі ең ірі лицензиясы бар казино. Құрамында шынайы дилерлер, спортқа бәстігу және де көптеген басқа да ойындар топтамасы бар. Ал қазақстандық ойыншыларға жеке бонустар қарастырылған. Төмендегі сілтемемен өтіп тіркелген сәтте гол промокодын қолданып, 150% депозит және 50 тегін айналымға қол жеткіз. Покердом сілтемесі төменде. Мінекей достар, әне-міне дегенше Еуропа чемпионатының жартылай финалда келді. Финалға өтетін жолдама билет үшін таласатын командалар белгілі болды. Сондықтан әдеттегідей қай құрамалар финалдық матчке фаворит, қай елдің мүмкіндіктері көп. Бүгінгі бейнероликте осы сұрақтарға жауап іздеп көрмекпіз. Олай болса арнамызға жазылып қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Бұйырса осы сәрсенбіде жартылай финалдық матчтерді Италия мен Испанияның дуэлі ашатын болды. Топтық кезеңде мүлде жеңіліс таппай 3 матчтан үшеуін ұтқан Италия 1-8 финалда Австриядан қиналмай өтсе, төрттік финалда әуел басы турнир фавориті болған Бельгияны 2-1 есебімен ұтты. Жалпы Испания биылғы Еврода позициялық футболда бірінші кезекке қойып, Энрикенің шығарған шешімдері нәтиже беруде. Испандықтар шығарылған пастардан дәлдігі бойынша да, нәтижелі прессинг бойынша да дәл қазір бірінші орында. Алайда Италия болса басқа параметрлер нақтырақ қысымға төтеп беру, қорғаныс сәтіндегі нәтижелі ойын бойынша басымырақ. Испанияда дәл қазір шабуыл мен қорғаныс өте белсенді, ал Италияда барлық ойын тек центр арқылы құралады. Қызыл фурияда шабуыл осалдық танытып жатса, қаптал арқылы атакаға Джорди Альба мен Аспиликуэта кіріседі. Ал Сквадрадураның қапталдағы ойыншылары әзірге тек қана қорғануда. Соңғы матчы Испания Швейцарияның қысымына зорға дегенде төтеп беріп, барлығы лотереяда шешілді. Ал Италия тұрақты жеңістермен әзірге қапталдарынан басқа осал тұстарын көрсетпеуде. Нақты осы матчте барлығын топ формадағы Италия ойыншылары немесе Луис Энрикенің қабылдаған шешімдері шешіп кетуі мүмкін. Англия мен Дания жайлы да әзірге бірден айтуға өте ерте. Бір жағынан ағылшындар ойыншыларының класының арқасында кездесу фавориті. Алайда даниялықтар 1-8-де Уэльсті ойсырата ұтып, жалпы британдық, яғни ағылшындық футболға төтеп бере алатындарын дәлелдеді. Саутгейттің командасы топтық кезеңнен бастап тұрақты нәтижелер көрсетіп, әлі мүлде жеңіліс таппасы, Кристиан Эриксеннің әріптестері топтағы 2 жеңіліске қарамастан 2-ші орынмен шығып, плей-оффте Уэльс пен Чехияны байқамай өтті. Англия тек қана шешуші нәтижеде ғана емес, қандай да бір параметрлер бойынша да басымдылық танытуда. Шабуылда өте белсенді ағылшындар 8 гол соғып, Джордан Пикфорд әлі де қақпасына гол өткізбеді. Дания бұндай нәтижелермен мақтан алмаса да, олар Евроның жартылай финалына 1992 жылдан бері алғаш мәрте өтіп, жалпы турнир андердогы екенін ұмытпаған жөн. Алайда дәл сол жылы даниялықтар Евроны ұтқан болатын, биылғы айналымда не болатынын уақыт көрсетеді. Жалпы мен үшін аздаған фавориттік басымдылық бәрібір ағылшындарда. Ал даниялықтарға оларға қазіргі күнге дейін көмектескен Эриксен үшін көрсетілген характер көмектесуі әбден мүмкін. Финалға қай командалар өтеді, қай құрамалардың финалдық матчке мүмкіндіктері көп? Бейнероликке лайк басып, комментарийге пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Арнамызға және инста парақшамызға тіркеліп, бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында.